Асанов Амангелді, Жезқазған қаласының тұрғынымын. Мұхтар Әуезов атындағы кітапхананың оқырманымын. Осы кітапханадан біраз жыл болды, кітап алып оқып жүрмін. Маған қатты ұнағаны Қабдеш Жұмаділовтің қазір оқып жүрген «Таңғажайып дүние» деген кітабын оқып жатырмын. Бұл Қабдеш Жұмаділов қазақ халқының жазушысы, мемлекет сыйлығының лауреаты, өте қазақтың мықты жазушысы деп білемін. Бұл кісінің жазған кітаптары маған өте ұнады. «Таңғажайып дүние» деген кітабында бұл жазушының өмірге келгеннен бастап қандай қиыншылықтар көргені, қандай соқпақтардан өткені, өмірінің толық нұсқасы бар осында. Бұл кісі қазір Қытай жері болып саналған Шәуешек қаласында, Шәуешек шаһарында Майлыбай бұлағында дүниеге келген кісі екен. Сол жақта жастық шағы сол жақта өткен. Содан 62 жылы ғой деймін, 62 жылы осы Қазақстанға көшкен. Қайтып елімізге, Қазақстан жеріне қайтадан оралған кісі болса. Сол 62 жылы осы жаққа Қазақстанға өткеніне байланысты ол кісі «Соңғы көш» деген кітабын жазған. Ол кітабын да оқыдық, өте жақсы кітап. Ол кітапта бір қазақ халқының Қытай жеріндегі көрген қиыншылықтары, бастан өткен қиыншылықтары, көрген күндері жаңағы. Ол жақта да ашаршылық уақытында болған екен, жаңағы 62 жылы. Сол кезде халық дүр көтеріліп өз елімізге көшкен. Соны көшті бастаған осы бір қайраткеріміз, осы Қабдеш Жұмаділов әкеміз болады. Сол кісінің да еңбегі көп сіңген. Көп қазақ бауырлас ағайындарымызды осы елімізге көшіруге көмектескен кісі екен. Қабдеш Жұмаділовтың да біраз кітаптары бар. Мына жерде «Дарабоз» деген кітабы бар. Өзі Қаракерей Қабанбай батыр туралы жазған «Дарабоз». Тұңғиық деген, «Тағдыр» деген кітабы бар. Аққу деген кітабы бар. Қылкөпір деген кітабы бар. «Соңғы көш» деген кітабы бар. Сосын мына Қабдеш Жұмаділов әкеміздің кітабын оқып, осы кісінің өмірбаянымен, осы кісінің кітабын оқыған адам қазақ елінің, қазақ тарихының біраз түсініктеме алады. Біздің еліміз қандай қиыншылықтан өтті, қандай замандардан өтті, басымыздан не өтті біздің ата-бабаларымыздың, Қытай халқы қандай қиыншылық көрсетті, мынау қазіргі Ресей халқының қандай қасіретінен душар болдық, Сталиннің репрессиясында қандай не болды, халықта қандай қиыншылықтар болды. Соның бәрі Қабдеш Жұмаділовтың кітабынан табасыздар.